Бүгін жүйке жүйесі жайлы айтамыз. Жалпы жүйке жүйесі екі түрлі бөлімнен тұрады. Ортаңғы и шеткі жүйке жүйелерінен тұрады. Ортаңғы жүйке жүйесіне бізде ми және жұлын жатады. Шеткі жүйке жүйесіне жүйке түйіндері жатады. Осы ми бізде 5 түрлі бөлімнен тұрады. Сопақша ми, ми бағаны, ортаңғы ми, аралық ми және үлкен ми жарты шары деген бөлімдерден тұрады. Ми бағанының өзі екіге бөлінеді: мишық және ми көпірі. Қайталайым: сопақша ми, ми көпірі, мишық, ортаңғы ми, аралық ми және үлкен ми сыңарлары болып бөлінеді. Келесі жұлын. Жұлын бізде сопақша мидан тікелей жалғасып шығады. Оның өзін бізде 5 бөлімге бөлеміз: мойын бөлімі, кеуде, көкірек бөлімі, бел бөлімі, 8 көз бөлімі, құйымшақ бөлімі деп бөліп қарастырамыз. Мойын бөлімі 8 бөлімнен, кеуде 12 жұлыннан, бел 5, 8 көз 5, құйымшақ 1 сегменттерден тұратын болып табылады. Жүйке түйіндері. Жүйке түйіндер шеткі жүйке жүйесі, ол бізде соматикалық және вегетативті болып бөлінеді. Вегетативтің өзі симпатика және парасимпатика болып бөлінеді. Соматика дегеніміз не? Соматикалық ол бізде негізі айтып отқанымыз адам басқара алатын қимылдарды орындайтын жүйке жүйесі болып табылады. Мысалы, қан бұлшық еті қызметі, қозғалыс деген секілді. Ал вегетативті ол автоматты жүйеге қамтамасыз етеді, яғни жүректің соғуы, тыныс алу, ас қорыту жүйесіндегі сөлдердің бөлінуі деген секілді. Біз екіге бөлеміз: симпатика және парасимпатика. Жалпы симпатикалық дегеніміз ол автоматтандыру, белсенді ету болып табылады. Бұның бізде негізгі орталығы бар, яғни негізгі орталықтары бізде кеуде, бағана айтқанда жерде кеуде, сосын бел. Ал парасимпатикалық керісінше антагонисті, яғни тыныштандыру, басу деген секілді мағынада қолданылады. Бұның орталықтары мидағы 3-ші, 6-ші, 9-ші, 10-ші нервтер, сосын 8 көздің нервтері. S2, S4. Мәлімет пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп кет және өзіңнің таныстарыңа бөліс.